Қайырлы таң барлықтарыңызға. Бізде қазір бірінші сабақ болады. И бізде алгебрадан сор болуы мүмкін. Жаннұр! Шаштарын өріп жатыр. Авина! Күшті пиджак. Красиво. Көңіл күйіңіз қалай, Альбина? Күшті. Құрметті менің класстастарым, көңіл күйлеріңіз қандай? Сізде? Сізде? Все, хорошо. Понятно, кеттік. Фокусировка, where are you? Арасында ондай болып тұрады, sorry. Oh my god, бүгін бізге алгебра зор. Біз қосыламыз. Бізде жаңа екі дышы болып түсірген жоқпын. Оның алдында бізде алгебрадан сор ақсыдық, сосын ағылшын бол, сосын жаңа екі денешін тұру, қазір физикада тек қана ағылшын айтып жатырмыз. Нет, правильно! Гугли. Қазір енді мектеп аруы десек па, сондай болады. Мисс 2020 мектепте сондықтан соған дайындалып киініп бара жатырмын. Жоқ, мен қатыспаймын. Мен просто ведущий боламын. Сосын өзімнің класстасымды қолдап барамын. Киімімді ауыстырып аламын киетін көйлегіме. Тадам! Осындай өте әдемі жылтырақ көйлек. Сіздерге енді айнаның қасында дұрыстап көрсетем ғой. Мен уже мектептемін. Әлі басталған жоқ, қазір дайындық болады кішкене. Қатысатын қыздар келді. Міне, ал грамоталар. И осындай әдемі оформление. Мисс. Осындай қыз сыны дегендерге көп қатысады. Мен өзімде. Жалпы қызықты осындай конкурстарға қатысып, не істеген, сондықтан қыздар қатысыңыздар, егер де оқушы болсаңыздар. Ойбайды ма, Мадина бүгін мисс 2020-ға қатысатын әдемі қыз. Қабыл кеп қояды ма? Көңіл күйіңіз. Намен. Сосын ар жақта Альбина деген адам бар. Бүгін қатысатын қыздар. Әдемі көздері. Эльвира деген қыз. Жаңғизы. Кішкентай бар танитын. Қыз баланы ізетті, инабатты, ісіне көркі сай шебер етіп тәрбиелеу, қыз сыйлау халқымыздың қанына сіңген қасиет. Қазақтың қызына деген теңеулер таусылар емес. Олар жайында көптеген ақындар өз өлеңдерін арнаған. Ендеше Мисс 2020 байқауына қатысатын аруларымызды шақырайық. Мадина. Келіп қойдым. Мектепте болған іс-шара өте қызықты өтті. Қыздардың көрсеткен өнерлері қатты ұнады. Бір әжеме күшті бір сыйлық келіп тұр. Заказға беріп едім, соны тосын сый ретінде беріп барамын. Ол видеоны сіздерге көрсетпеймін. Оны тек мені Instagram парақшамнан көре аласыздар. Сондықтан тіркеліп қойыңыздар, барлығын сояқтан білесіздер. Не бара жатырмыз тосын сый жасауға. Әжеме қандай тосын сый жасағанымды барлығын Инстаграмдағы видеомнан көре аласыздар. Мен уже мектепке келдім. Бүгін бізде қысқартылған күн болады. Бізде бүгін айтмашы свободный форма. Диджей Дарья. Уй, әдемі қылып тұрсың, Альбина. Настроениеңіз қалай? Одинаковые близнецы оделись. Только мой надеюсь так бывает. Өте әдемі. Шықыра балай. Бізде бірінші сабақ әдебиет қой. Екінші сабақ информатика болды, біз информатикада сор жаздық. Түсінбедім. Ал қазір кішкенеге ағылшын сабақ. Күн түсіп отыр көзіме. Бізде ұлдардың барлығы келіп қалып. Ажан, несін памятын құртып жатырмыз. Бісмілі, бісмілі, бісмілі. Влог тұрасың ба? Ажан, телефонна.
Пока! Привет. Привет. Ең көп фото менде мынау не бірінші фото, екінші фото, онде де үшіншісі, төртіншісі, міне бесіншісі. Үшінші подарок ол. Суши! Фотосмалия. Вензия. Қараңыздар, осындай еще кек сатылған. Смешной. Удар. Удар. А что хочешь? Да. Кімде ең көп? Мен жаңа конкурстағы сәттерді жеңіп алдым. Ойнап отырып мен ұтып қалдым. Арқалам бір. Біз әлі ойнап жатыр. Өте қызықты болады. Рахмет, ұлдар көріп отырсаңыздар. Өте қызықты шынымен. Еще сюрприз болды. Біз ойладық, олар көп жасамайды деп. Мен мектептегі мейрамнан келдім, маған өте қатты ұнады, барлығы күшті өтті. Егер де сіздерге осындай мерекелерден влогтар ұнаса, онда осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді әрқашан күтемін. Және де менің Instagram парақшам жайлы да ұмытпаңыздар, ол жаққа да тіркеліп кетіңіздер. Білесіздер ғой, мен ютубқа қарағанда инстаграмда белсендірекпін, және де осы жақта жоғалып кетіп жатсам, онда мені міндетті түрде инстаграмнан таба аласыздар. Ол жақта да күшті видеолар түсіремін, және де апта сайын ол жақта конкурстар жасап тұрамын. Сондықтан тез менің ютуб каналыма және де инстаграм парақшама тіркеліп кет. Сіздермен бірге болған мен Мисажан KZ. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.